Шілдехана шілделік, шілде күзет, өмірге келген нәрестенің құрметіне жасалатын той. Мал шаруашылығымен айналысқан қазақ халқы адам өмірге келгеннен кейін жақындарына сүйінші сұрап жаушы жібереді. Сүйінші хабарды жеткізгендер ұл туса ат ұстар немесе жылқышы, қыз туса көйлек тігер, 47 немесе сауыншы туды деп хабарлаған. Одан кейін туған туыстар, көршілер және алыс жақын ағайындар шілдеханаға жиналады да бау берік болсын деп тілек айтып шашу шашып келеді. Шілдехана мәні алғаш нәрестені жын періден қорғап күзету деген сенімге саяды. Сондықтан оны шілде күзет деп те атайды. Бұл ғұрыптың түпкі мәні бала мен ананы тіл көзден сақтау. Дәстүрлі қазақ қоғамында бала үшін туылғаннан 40 күнге дейін қауіпті кезең саналған. Оған дейін нәрестеге көп адамды жолатпай, бала мен анасын жақсылап күткен. Әсіресе жас нәресте жатқан үйде 3, кейде 40 күнге дейін күні бойы шам жағылып күзетілген. Кейіннен шілдехана ұлттық ойын-сауық кешеніне айналған.